Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ID мен танысу. Бүгінгі сабақта үйренетініміз Python бағдарламалау тілі ID интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, осыған дейін біз алгоритм терминмен анықтамасымен танысқан болатынбыз. Есімізге түсірейік. Алгоритм дегеніміз алға қойған мақсатқа жету үшін, немесе берілген есепті шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындаушыға жинақы түрде берілген, реттелген нұсқаулар тізбегі. Өзімізге белгілі алгоритмнің құрылымына байланысты үш түрге бөлінеді. Біріншісі сызықтық алгоритм, яғни іс-әрекеттің тізбектеле орындалуы. Екіншісі тармақталған алгоритм, екі команданың біреуінің орындалуы. Үшіншісі тізбектің, яғни командалардың қайталануы, әрекеттердің қайталануы циклдық алгоритм болып табылады. Бүгінгі сабақта біз Python бағдарламалау тілімен танысамыз. Python ол жоғарғы дәрежедегі программалау тілі болып табылады. Pythonда құрылған программа кеңейтілімі RU деп аталынады. Мысалға, бір program.ru. Программа құрудың кіріктірілген ортасы дегеніміз программалаушыға программалық жасақтаманы дамытуға жағдай жасайтын қосымша құрудың кіріктірілген ортасы, және Python тілінде оқыту программалаушыға программалық жасақтама құруға көмек беретін программалық қосымша болып табылады. Python бағдарламалау тілінде жаңа программа құру үшін файл батырмасын басамыз, және де New Window батырмасын басатын боламыз. Ал файлды сақтау үшін файл батырмасын басып, save немесе save as батырмаларын таңдайтын боламыз. Python бағдарламасында мәтінді экранға шығару үшін print, жақша және бір тырнақша 6-шы сынып және тырнақша жабылған жақша командасы арқылы жазамыз. Жазған бағдарламаны іске қосу үшін run командасын таңдаймыз. Тапсырма, сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.